Сәлем, сені YouTube каналымда көргеніме қуаныштымын. Біз дәл қазір санамыздағы негативті ойлардан арылып, қалай өзіміздің армандаған өмірімізге, қалаған табысымызға қол жеткізуге болады, соған байланысты медитация жасайтын боламыз. Егер сен менің YouTube каналыма жазылу болмаған болсаң, дәл қазір подписация батырмасын басып, жазылып алуыңды сұраймын. Себебі менің YouTube каналымнан көптеген мышленияны өзгертуге арналған медитациялар мен пайдалы ақпараттар шығып тұрады. Ендеше практикамызға кірісейік. Медитация сенім. Қош келдің. Бүгін сен үшін сенімділік медитациясын айтамын. Сенім бізді алға жетелейтін сезімдердің бірі. Сенім біздің ойымыз бен көңіл күйімізді өзгертеді. Біз өзімізге сенгенде ғана басқаларға сене аламыз. Біздің бойымыздағы сенім өзіміздің және айналамыздағы адамдардың өзгеруіне себепші. Басқа адамның көзінен саған деген сенімді көрген кезде сен өзгересің. Әлем өзгереді. Біз өзгереміз. Өзімізге сенімді болған кезде. Бүгін бойымыздағы сенімді күшейтеміз. Бүгін өзімізге деген сенімділікті өзгертеміз. Бойымызға 100% сенімді қалыптастырамыз. Көзіңді жұм. Денеңді тік ұстап, ыңғайланып отыр. Қолыңды тізеңнің үстіне қой. Дәл қазір мұрнымызбен терең тыныс алып, аузымызбен демімізді шығарамыз. Демімізді шығарған кезде бүкіл қорқынышымызды, барлық сенімсіздігімізді, барлық шаршағанымызды, барлық проблемаларды осы сәттен бастап өмірімізден бір жола өшіреміз. Тағы бір рет терең демаламыз. Терең тыныс алыңыз, тынысты шығарыңыз. Тағы да ішіміздегі сенімсіздігімізді, қорқынышымызды жібереміз. Енді өзіңе айт. Мен қауіпсіз жердемін. Мен Алланың қорғауындамын. Бүкіл әлем мені қорғауда. Менің бүкіл жақындарым мені қолдайды. Менің ата-анам, ата-бабаларым, достарым қолдайды. Менің жақындарым маған сенеді. Бар жан дүниеммен мен өз-өзіме сенемін. Мен не істесем де, менің қолымнан барлығы келеді. Егер де менің ойлағаным қазір орындалмай жатса, мен өзіме сенімімді жоғалтпаймын. Ол түбінде орындалады. Мен ешқашан сенімімді жоғалтпаймын. Мен сенемін.
менің барлық армандарым орындалады. Ең бірінші, Аллаға тәуекел ету арқылы мен армандарымның орындалуына қадам жасаймын. Және дәл қазір өз түйсігіме сигнал жіберемін. Мен өзімнің мүмкіндіктеріме және армандарыма сенемін. Мен әлемдегі ең жақсыға лайықтымын. Менің өзіме деген сенімділігім армандарымның орындалуына көмектеседі. Өзіме деген сенімділігім әр сәт сайын өседі. Мен өзімнің кім екенімді білемін. Және қандай жетістікке жететінімді білемін. Өзімнің мүмкіндіктеріме сенемін. Әрбір жеткен жетістігім менің сенімділігімді арттыруда. Менің өзіме деген үлкен сеніміммен алға қарай ұмтылудамын. Ал енді сенен көзіңді жұмып, өміріңде жеткен бір үлкен жетістікті елестетуіңді сұраймын. Маңызды емес, бала күніңде олимпиададан орын алдың ба? Әлде грантқа оқуға түстің бе? Немесе пәтер алдың ба? Маңызды емес. Бастысы, өзің мақтан тұтатын жетістік. Сол кездегі өзіңе деген үлкен сенімділікті есіңе түсір. Сол кездегі үлкен қуанышты елестет. Сенім сені үлкен жетістікке алып келгенін елестет. Өзіңе осы үлкен жетістігің үшін алғыс айт. Ал енді махаббат жолындағы сенімді есімізге түсіреміз. Сен кімге ғашық болдың? Саған кім ғашық болды? Ғажап сәтті еске түсіреміз. Сезінеміз. Ал енді қайтала. Менің махаббатта жолым болғыш. Мен махаббатқа лайықтымын. Мен дәл қазір махаббатқа лайықтымын. Енді өзімізге айтамыз. Мен қазір барлық жақсылыққа лайықтымын. Дәл қазір өзіміздің жақсы қасиеттерімізді есімізге түсірейік. Мен барлық жақсылыққа лайықтымын. Себебі мен әрқашан көңілді болып жүремін. Мен барлық жақсылыққа лайықтымын. Себебі мен мейірімдімін. Мен барлық жақсыға лайықтымын. Себебі мен өзгелерге қамқор көрсете аламын. Мен барлық жақсыға лайықтымын. Себебі мен әдемімін. Мен барлық жақсылыққа лайықтымын. Себебі мен өте ақылдымын. Ал енді қазір өзіңнің неге барлық жақсылыққа лайықты екеніңді айтып, жалғастыр.
Мен махаббатқа лайықтымын. Мен туғаннан бастап махаббатқа лайықтымын. Мен Алланың сүйікті құлымын. Ал енді біз үлкен суммада алғаш рет ақша алған кезімізді еске түсірейік. Ол ақша қайдан келіп жатқаны маңызды емес. Просто ақша алып жатқан кезімізді еске түсіреміз. Қандай сезімде болдың, есіңе түсірші. Ең алғаш қолыңа көп суммадағы ақша алған сәтіңді, сол сәттегі эмоция мен сенімділікті есіңе түсірші. Өзіңнің ақшаға дәл қазір лайықты екеніңді түсін. Өзіңді өзгертудің, басқа біреуге ұқсаудың қажеті жоқ. Сен дәл қазір ақшаға лайықтысың. Енді өзіміз туралы сөйлесейік. Мен көп ақшаға лайықтымын. Жай ғана өмірде болғаным үшін, жай ғана өзіме сенгенім үшін. Мен көп ақшаға лайықтымын. Неге мен көп ақшаға лайықтымын? Себебі мен өз ісімнің жақсы маманымын. Мен көп ақшаға лайықтымын. Себебі менің әлемге пайдам тиіп жатыр. Мен көп ақшаға лайықтымын. Себебі мен ол ақшаларды өзімнің жанымның қалауына, қайырымдылыққа жұмсаудамын. Мен көп ақшаға лайықтымын. Себебі менің қолымдағы көп ақша бұл әлемді одан әрі жақсартуда. Мен көп ақшаға лайықтымын. Себебі мен отбасыма қуаныш сыйлаудамын. Неге мен көп ақшаға лайықтымын? Себебі мен өте еңбекқормын. Себебі мен өте адалмын. Енді дәл қазір өзіңнің тарапыңнан неліктен сен көп ақшаға лайықтысың? Соны дауыстап айт. Сен шынымен де көп ақшаға лайықтысың. Саған өзіңді өзгертудің қажеті жоқ. Миллиардер сен де, сенің досың да, ата-анаң да бола алады. Бұл әлемде өте көп мөлшерде ақша бар. Ақша бәрімізге жетеді. Сен сол ақшаға дәл қазір лайықтысың. Себебі сен өзіңе сенесің. Себебі сен өзіңді жақсы көресің. Себебі сен өміріңнің басты кейіпкерісің. Себебі тағы да қайталап айтамын, сен жай ғана лайықтысың. Өмір сүру
бақытты және бай болу оңай және жеңіл. Себебі сен өзіңе сенесің. Мен саған сенемін, шын жүрегіммен. Мен сендегі барлық қасиетке сенемін. Өмірді өзгерту сенің қолыңнан келеді. Сен көп ақшаға лайықтысың. Сен көп махаббатқа лайықтысың. Сенің өмірің жақсы жаққа қарай өзгере бастады. Жай ғана өзіңе сенгеннен. Жай ғана өзіңді жақсы көргеннен. Дәл қазір терең тыныс алып, тынысыңды шығар. Көзіңді аш. Дәл қазіргі сәтке орал. Мен саған сенемін. Сенің қолыңнан барлығы келеді. Медитацияны маған сенім білдіріп, соңына дейін жасағаның үшін саған алғысым шексіз. Сенімен бірге болған Ая Әжібек. Егер саған медитация ұнаса, Ая Әжібек Инстаграм парақшасын белгілеп, сторисыңда өз эмоцияңмен бөлісуді ұмытпа. Және де бұл медитацияны үзбей, кем дегенде 21 күн жасап жүруді әдетке айналдыр.